Сәлем достар. Бүгін біз ерекше, дәмді және оңай жасалатын нанның рецептісін көрсететін боламын. Алдымен бізге керегі дрожжи. Осы дрожжиді, құрғақ дрожжи ғой. Осы құрғақ дрожжиді бір чай қасықпен ыдысымызға салатын боламыз. Одан кейін барып, 2 ас қасық қант қосамыз. Содан кейін барып, 1 шай қасық тұзымызды салатын боламыз. Міне, тұзымыз бар, дрожжиміз бар, және қантымыз бар, бәрі дайын. Енді бұған нан ашқанда міндетті түрде жылы су болу керек, оны барлықтарыңыз білесіздер. Енді қазір мен жылы суымды құямын. Содан кейін қазір ұнымызды електен өткізбей тұрып, сұйық майдан кішкене құйып жібереміз. Қазір електен ұнымызды алдық, енді осыны електен өткіземіз. Мендегі осы 800 грамм деп есептеп отырмын. Адам көлеміне байланысты, мысалы, отбасыларыңызда қанша адам болса, сол адам санына қарай нандарыңызды, жаңағы ашытатын қамырларыңызды көбейтсеңіздер болады. Біз өз отбасымызда барлығы 3 адамбыз, сол 3 адамға лайықтап дайындап жатырмын. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп нанымызды жұмсақ етіп илейміз. Нанымызды тағы да кішкене қосамын. Осылай нанымызды әбден иі қанғанша жан-жағын жинап, осылай нанымызды ашытамыз. Негізі бұрын енеміз айтатын еді ғой, таза әйелдің наны жан-жағына жағылмайды деп. Сол ұқсап бәрін бұлай жинап қояйық. Бұл енді мықты жұмсақ болып кетті. Қазір тағы да кішкене ұнды себеміз. Сонда бәрі жиналатын болады. Негізі кейбір ұндар болады өзі, су көтеретін, су көтермейтін дегендей. Соған да байланысты мына суды көтеретін болып тұр бұл деген. Әлі жұмсақ болып тұр. Осылай ұны бойына жинағанша осылай илеп аламыз. Ең бастысы тез ашуы керек қой бізге. Бұл илеген нанымыз 20 минутта ашу керек. Осылай жан-жағын жинап алайық. Әлі жұмсақ болып тұр, ұн бар ғой. Міне жұмсақ болды. Енді осыны жылы жерге қойып, бетін жауып, ашытуға жібереміз. Қазір қоя тұр. Осы ыдысқа салып қоямыз. Қапағын жауып, 20-30 минутқа ашытып қоямыз. Бұл мұнда фаршымызды дайындайтын боламыз. Мына жерде 1 килограмм фарш бар да. Енді өздеріңіз жаңа көресіздер отбасыларыңызға қарай. Мен енді жартысын салайын деп отырмын. Жартысын салып дайындап қойдық. Қазір енді кішкене 1 шай қасық тұзымызды саламыз.
содан кейін барып қара бұрышымызды себеміз. Бұрышты мен негізі көп қосқанды жақсы көремін. Сосын кейін қазір мына пиязымызды турайтын боламыз. Пиязды енді өздеріңіз білесіздер. Көп қосқыларыңыз келсе көп қосасыздар, аз қосқыларыңыз келсе аз қосасыздар. Ал мен өзім осы 3 пиязды ашып дайындап қойдым. Осылай майда етіп турауымыз керек. Нанның арасына салған кезде жонбайып шығып кетпес үшін. Сондықтан ұсақтап турау керек. Ал достар, міне турап дайын болды. Пиязымызды турадық. Етіміз енді фаршо дайын ол. Ішіне жаңа бір қасық нені қостым, тұзды қостым, сосын кейін қара бұрыш қостым. Енді осыларды жақсылап тұрып араластырамыз. Әлі кішкене құрғақтау. Енді осыған қазір тағы да бір-екі минут осылай қолмен араластырып су құямыз. Суды көп емес, енді бір 2 ас қасық, я болмаса кішкене мөлшер бір 50 миллиграмдай су құйсаңыздар болады. Сонда мына суы бар, бұрышы бар, етіміз әдемі болып пісетін болады. Әлі тағы да су құю керек. Енді міне болды. Нанымыз әлі 20 минут болған жоқ. 25 минут уақыт өтсін. Сосын кейін осы салманы арасына салып пісіретін боламыз. Міне фаршымыз дайын. Енді бұлда кішкене 10 минут тұру керек. Міне достар, кішкене көтерілді. Мен бағана басып тастадым. 20 минутта көтерілген, осы қамыры жетеді. Сосын бұл әрі қарай дайындап атқанда өзі тағы да көтеріле береді. Енді қараңыздар, осыны аламыз. Нанымыз дайын. Енді қазір осыны тағы да бір басып тастап, сосын бөлікке бөлеміз. Мен негізі қазір осыны ойланып отырмын. Менкі енді 3 бөлікке бөлуге болатын сияқты. Енді осыны күлшелейміз. Күлше етіп нанды дайындап қоямыз. Достар, мен тағы да айта кетейін. Менің каналыма тіркеліп, осы қазақша контентті көтерейік. Барлығымыз қазақ тілін дамытайық. Сол қазақ тілінің арқасында осы қазақша контентті көтеретін боламыз. Сіздер енді өздеріңіздің таныстарыңыз болсын, достарыңыз болсын, осында қазақша рецепт іздеп жүрген таныстарыңызға менің каналымды жіберіп, осында рецептілермен танысып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Екеуін әзірге бұлай салып қоямыз. Жаямыз. Жұқалап. Жұқалап жайып, сосын арасына, нанымыздың арасына салманы салатын боламыз. Ұнды сеуіп, оқтауымызға жабыспас үшін осылай ұнды сеуіп тұрсаңыздар болады. Міне достар, майын арасына жағамыз. Мен өзім закрома майын қолданамын. Басында айтып кеттім, тек қана закрома майы. Мен закрома майын ерітіп, осылай нанның арасына жағып шығамыз. Енді осыған қазір салмасын саламыз. Салманы мен 3-ке бөлем. Жаңа менде 3 теста шықты ғой.
сол 3-ке бөлетін болам. Осылай арасына қазір бөліп осылай саламыз. Міне. Енді осыны ораймыз. Бастапқы кезде осындай жерін жаңа майлап алу керек. Енді бұны қазір бұлай орап қоюымыз керек. Менікі керемет үлкен болайын деп тұр өзі. Міне. Осылай ыдысқа қазір бір тарелкаға салып, осыны. Міне қазір тарелкаға салып, осылай дайындап қоямыз. Содан кейін барып, қалған нандарға кірісе беретін боламыз. Қазір бетін жауып қоямын пленкамен. Пакетке салып, осылай пакетке салып болғаннан кейін аузын жауып дайындап қойсаңыздар, мына сары майы сіңіп, әдемі болып тұрады. Біз қалған 2 нанын жайып дайындай беретін боламыз. Міне достар, кішкене 5-10 минутта тұрғыздым. Енді қазір осыны тезірек дайындап духовкаға жіберу керек болып тұр. Мынау бір дүниенің наны болайын деп тұр ғой. Так, осылай үстінен басып қоямыз. Енді қазір осыған жұмыртқа жағамыз. Қалыпты дайындап қоямыз, осылай майлаймыз. Тағы да айтамын, закрома майы бұл. Закрома майын жағып, әбден жағып, осылай. Асты жабыспас үшін закрома майын жағып, нанды салатын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді бұған қазір жұмыртқаның сарысын ғана жағамыз. Міне мынау жұмыртқасы сарысын ғана жағамыз. Осылай әбден араластырып, бетіне жағамыз. Қып-қызыл болып, әдем болып пісу үшін. Міне дайын болды. Қазір енді духовканы қосамын. Мына 150, міне 180-ге келдік. 180-де тұр, асты үсті қосылды. Енді минутын 40-қа қоямыз. Міне 40 минут. Енді саламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Міне осылай аузын жауып, пісуін күтетін боламыз. Ерекше нанымыз дайын болды. Иісі енді керемет. Сіздер енді көріп тұрған жоқсыздар ғой, өзім көріп тұрмын. Өте дәмді, шыны керек. Қазір мен өзіп көрсететін боламын. Достар, маған тіркеліп, каналыма тіркеліңіздер. Қазақша контентті көтерейік, қазақшылығымызды көрсетейік, бір-бірімізге қолдау білдіріп, әрдайым осылай маған лайк басып, қолпаштап тұрыңыздар. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, асымыз дәмді болсын.